Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында осындай өте дәмді бургер жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең бірінші котлетін жасауға кірісеміз. Тартылған етке дәміне қарай тұз, бұрыш және өзіңізге ұнаған дәмдеуішті салып жақсылап араластырып аламыз. Котлеттерді бөліп алу үшін осындай таразыға 100 граммнан өлшеп алдым. Астына пергаментті бумаганы төсеп, осындай котлеттің формасын жасап алдым. Кішкене кесемен осылай біркелкі дөңгелек етіп аламыз. Қолмен жайып, осылай котлеттің формаларын жасап аламыз. Барлығын біркелкі дөңгелек формаға жасап аламыз. Үйлеріңізде кольцо болса, кольцоның ішіне салып жасаған өте ыңғайлы. Мен осылай қолыммен дөңгелетіп, кішкене кесемен, кішкене шет-шетін реттеп дұрыстап жібердім. Дәл осылай 6 бөлікке бөліп, 6 котлет жасап алдым. Енді осыны үстіне қойып, мұздатқышқа қатырып алатын боламыз. Енді оған дейін біз бургердің нанын жасауға кірісеміз. Бізге сүт қажет және де су, барлығын осындай бір стаканмен өлшедім. Дәміне қарай тұз саламыз және де қант. Үстінен ертілген сармай қосуға болады. Менде сүтім ыстық болғандықтан осындай салқын сармайды салып, ішінде ертіп алдым. Сармайы ерген соң үстінен ашытқы салатын боламыз. Мүмкіндігінше ашытқының сақтау мерзімі аспаған болу керек, сонда бургерлеріңіз наны жақсы көтерілетін болады. Үстінен ұнымызды салып, ұнды міндетті түрде ұн илегішпен өткізіп алып, қамыр илейміз. Толық құрамын төменге описанияға жазып қалдырып кететін боламын. Описаниядан қарап жасасаңыздар болады. Ең соңында кішкене сұйық май құйып, осылай жақсылап июі қанғанға дейін илеп аласыздар. Міне жақсылап араларын осылай біркелкі болғанша әдемілеп илеймін. Сонда нанымыз керемет болып шығатын болады. Барынша жақсылап илеп, қамырымыздың үстін жауып, көтерілуге қалдырып қоямыз. Қамырымыз ашыған соң, дәл осы қамырларды бөлшектерге бөлеміз. Шамамен 100 грамм, 150 грамм шамасында өздеріңіз өлшеп жасай бересіздер. Менікі сол 120-130 граммдай болды. Барлығын ал бөлшектерге бөліп, қолдарыңызбен дөңгелетіп, және де үстін жауып қойсаңыздар, қамыр тұрған сайын көпсіп әдемі болып тұрады. Сол себепті алдын ала осылай қамырларды дөңгелектеп, үстін жауып қоямыз. Немесе бірден противенге қойып, үстін жауып қойсаңыздар болады. Мен сосын противенге қойдым. Енді булочкалар көтерілгенге дейін біз котлеттерін пісіреміз. Табамызға сұйық май құйып, орташа отта қақпағын жауып, екі бетін қызартып пісіріп аласыздар. Дәл осылай пісіп шығады. Жаңағы бургердің нанын противеннің үстіне қойып қойған болатын, осылай көпсіп, көтеріліп шықты. Енді бетіне жұмыртқаны жағып шығамыз. Және де күнжітті көптеп сепсеңіздер әдемі болып шығады. Пештеріңізді 180-200 градуста қойып, қызарып шыққанға дейін бургердің нандарын пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, керемет болып шығады. Дәл осы рецепті көбейтіп, азайтып жасай беруге болады. Егер адам саны көп болса, екесенділендіріп, дәл осы рецепт бойынша жасасаңыздар болады. Осындай жұмсақ мамықтай болып шығады. Енді нандарды пышақтың көмегімен ортасынан бөліп шығамыз. Бургер тәріздес етіп. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қолдау ретінде лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Менің каналымнан көптеген рецептерді таба аласыздар. Ыстық тағамдар, пирогтар, салаттар, сонымен қоса көптеген тәттілердің рецептісі бар. Өте қарапайым, жеңіл түрде жасалынады. Сол себепті каналға тіркеліп, каналымды жоғалтып алмаңыздар. Енді біз соусына мен майонез бен кетчупты осылай араластырып алдым. Мен бургердің кішкене сочный болғанын қалаймын. Сол себепті соусын көптеп жағамын. Енді сіздерге аз ұнайтын болса, аз қоссаңыздар болады. Маған көп ұнайтын болғандықтан кішкене көптеу етіп жағамыз. Және алдын ала осындай салат жапырағы, қызанақ, қияр барлығын турап дайындап алдым. Ең бірінші салат жапырағын қоямыз. Салат жапырағынан кейін жаңа дайындап алған котлеттерді қоямыз. Оның үстінен бургерге арналған осындай арнайы сыры болады. Сол сырды қойып шығасыздар. Өте керемет болып шығады. Сырдың үстінен қызанақ, содан кейін қияр саламыз. Қиярдың балғын түрін қолдансаңыздар болады, немесе соленый түрін қолдансаңыздар болады. Мен барлығын балғын түрін пайдаландым. Егер сіздерге ащы ұнайтын болса, осы бургердің арасына ащы бұрыштарды салсаңыздар болады. Бұл міндетті емес. Осылай жолдасыма арасына ащы салдым. Ал балаларға ащысыз жасап бердім.
нанның келесі бетіне де соусын жағып осылай үстіне қоямыз. Барлық бургерлерді дәл осылай дайындап жинақтап алдым. Бургерлерді дәл осы күйінде жесеңіз де болады. Сырын ерту мақсатында осындай сковородкаға немесе грильницаға салып қыздырып алсаңыздар болады. Мен осылай қыздырып алдым. Өте керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді әрі тойымды болып шығады. Назарларыңызға үлкен рахмет. Каналымды жоғалтып алмас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған ләззат.